Ура! Бізді қарашы. Тамаша. Жақсы қыдырып жүрміз. Сіздер ойланып отырған шығарсыздар. Ғылымға басымен кіріп кеткен супер батыр Питер Паркер неге өзін қара лимузинде не істеп жүр дейтін боларсыздар. Бұл жарнаманың түсірілімі емес. Және президент емеспін. Бірақ тойлатуымыздың себебі бар. Бүгін бізге табель берді. Және Гарри қуаныш үстінде. Питер, сен үшін алайық. Егер сен болмасаң, Гарри үштікпен аяқтайтын еді. Сен баламның жан досысың. Және отбасымыздың мүшесі болып табыласың. Озбырым мырза, қателесесіз. Гарри бәрін өзі жасады. Мен тек оқулықтар тасып жүрдім. Сөзімді қайталайын. Сен жақсы доссың. Сен бізге керексің. Қазір ме? Мені қонаққа шақырып қойып еді. Шикарнейшим ужином. Иә, қазір. Гарри, қазір ғана есіме түсті. Мен тәтеме көмектесу керек едім. Шұғыл шаруа шығып қалған сияқты. Келесіде бірге отырармыз. Қалайша, жаңа ғана келдік қой. Кешір. Қаһарлы Норманың қызметшілерді тік тұрғызғанын көрер едім. Бірақ борышымды өтеу керекпін. Бұған басқа шығараш. Әкеңмен бірге оңаша қаласың. Жоспар іске қосылды. Оскорбта шұғыл шаруа шығып қалды. Төрттік бағаңды өзін тойлата ғой. Гарриді бұлай тастап кеткенді ұнатпайым. Достарымен жақындарымды алдағанда көңілім түсіп кетеді. Бірақ үлкен жауапкершілікпен бірге үлкен жауапкершілік келеді. Десек те, өмірімнің басқа бір тұсы қызу қайнап жатады. Бұл жерде мен ұлы өрмекші адаммын. Келгенің жақсы болды, тоқмашы. Сиқыршы, туындыра, Клоу, және Трапстер. Сұмдық төрттік атымен танымал зұлымдар. Бізге бұл төрттік Оскорбтың қоймасына шабуыл жасамақшы деп хабарлады. Оскорб! Білем, жер домалақ деген осы. Команда толықтай бірікті. Қалай жайратып жатқанымызды көрдіңдер ме? Көз алмай қарайсың. Және мен бұл жерде көшбасшымын. Кедір келтірме, сөйлесіп жатырмын ғой. Егер Питер Паркерді бәрі осылай жақсы жүріп жатса, тамаша өмір сүрер едім. Трапстер, ештеңе демей-ақ қойшы. Бұл... Қақпанға түстіңдер. Батырлар, қош болыңдар. Сендерді масқара күйлерінде қалдырамыз. Мыңдаған қаншыр роботтардың ортасында қаласыңдар. $500 гамбургерді осы үшін тастап кеттің бе? Ұлы өрмекші адам. Жарайды, қалай? Біз дайынбыз. Іске кірісейік. Әшкереленген. Бізді оп-оңай алдағанға сене алар емеспін. Достым, сабыр сақта. Сабырлама. Міне көрдің бе? Сабырлама. Неменеге күйгеліктене беретіндердің де түсінбей. Нова дұрыс айтады, ешқандай қиындығы жоқ. Өрмекші автоботтарды қауіпті деп еді. Достар, өрмекші адам қайда? Мейтәте, Гарри, МД. Тыныш, Питер. Бізді тастап барады екен деп ойладым. Мен кетем. Және бұл түс емес. Бір қызық жер екен. Сізде болдыңыз ба? Және сізде сонда болдыңыз ба? Және сен бе? Тоқтаңдар. Неге бәрі ақ-қара түсті болып кетті? Мен қайдамын? Канзаста емес екенім анық. Не? Бұл классика? Бұл жыңбас екенсің. Сөйлемейтін күнің болам өзі. Доктор, сегіз аяқ?
Қорқынышты көрініс екен. Қармауыштарыңыз қайда? Сізді енді док-ок деп айтуға келмейді. Док-медуза, док-көпіршік, басқа теңеу таппай тұрмын. Енді достарыңды шақыра алмайсың. Сенің коммуникаторыңды алып қойдым. Саған қарағанда мен қателіктерінен сабақ алам. Темір адамда, қалқанда достарыңды құтқаруға келмейді. Бүгін біз тек үшеу ғана боламыз. Сен, мен, және менің реваншым. Реваншқа фрикер тобын қосып алуға бола ма? Бүгін кешкі ассыз қалып едім. Тоқтай тұр. Дәл таптым. Доктор кірпі балық. Октавиус өрмекшінің коммуникаторын шешіп алды. Ол әр жерден белгі беріп жатыр. Мен өрмекші адамды қаладан іздетіп жатырмын. Әзірге ешқандай жаңалық жоқ. Ок бәрін ойластырыпты. Бірдеңе анықтап жатсам хабарлайым. Ол команда мүшесі. Бірдеңе істеу керек. Күтіп отырмауымыз керек. Күтейін деп тұрған ешкім жоқ. Тоқтаңдар. Жоқ, кетпейсің. Езіп тастама. Автоботтар бір жаққа бара жатыр. Біз соңына түсеміз. Мен негізі қытықтан қорқам. Ай. Эй. Мені қай уақыттан бері қуып келесіңдер? Доктор Октоперс. Және не үшін? Сенің қабілетіңді қолданысқа енгізгім келіп жүр. Бір кездері мақсатыма жақындағанмын. Веномға қатты ұқсайды екен. Иә, оны жақын туысын деп санасаң да болады. Мынау істеді. Құсастық көріп тұрған жоқпын. Веном шектеуледі. Басқаруға көнбейтін. Солай ма? Сенің жаңа ДНК үлгіңнен ерекше бір түр жасап шығара аламын. Оның мүмкіндігі шектеусіз болмақ. Және менің басқаруымда жүреді. Енді сынақ жүргізетін жанда. Я, сынақ жүргізетін біреуді табу керек. Таңғалып тұрсың ба? 101 супер қаһарманы. Сіз зарлап жатқанда мен шығып кеткем. Қиыс кетті. Қиыс кетті. Ал мен дәл тигізем. Басқа көмекшілер алсаңыз дұрыс болар еді. Сіз оларға төлейсіз бе? Әлде демеу қаржыда жүрме? Қымбат болған сияқты ғой. Опс. Жоқ. Өте жақын қалып едім. Кернелетпей қояйын. Қарапаймын ғой. Бірақ сізді алдап соқтым. Тағы да. Өрмекші сезімі ме? Жарайды, док. Тағы не әзірлеп қойдыңыз? Норман Осборн? Тоқта. Электрошокерді қолдана отырып, док-окқа қызмет етемін дегіңіз келіп тұр ма? Солай ма? Қызмет етет деймісің? Олай болу мүмкін емес. Отта менің қызметшім. Мен оны сенің ДНК-ңды алу үшін жалдағанмын. Жанкүйер екеніңізді білмеппін, Норман. Мүмкін қарапайым қолтаңба берумен шектелерміз. Сөйлеме. Сен сияқты ақымаққа соншама күш берілген екен. Мен оған лайықты қолданыс тауып берем. Сен сияқты балалардың ойына мен ұсақ-түйек қылмысқа ғана жұмсамайым. Өзің ойлашы. Ештеңеден сескенбейтін өрмекші әскерін жасақтаймын. Бәрі менің бақылауымда болады. Мен бәсекелестердің көзін жоям. Қалқанда Старк та Оскоровтың мүмкіндігімен тартысқа түсе алмайды. Күштің шынайы мақсаты осы ғана. Жан досымның әкесі менің көзімді құртқысы келетін қаныпезер ме? Қалайша байқамай қалдым екен? Егер... Егер олай ойлайтын болсақ... Сен ұзақ уақыт бойы қолға түсіре алмай келем. Сондықтан сен туралы көп нәрсені білем. Сен мен туыста болып кеткенмін. Түсіңізде де көрмеген шығарсыз. Не істеп жатырсың? Қалаған нәрсеңді өмір бойы беріп келем. Мұна жұмыстан кетті дегенді арыз ретінде қабылдарсың. Сатқындық аяқсыз қалмайды.
Бұдан да жай жүруге болмай ма? Медленнее. Сабыр ет. Ол бізде өрмекші адамға апарады. Күтетін уақытымыз жоқ. Өрмекші қазір қапаста. Жылдам әрекет ету қажет. Тезірек жылдамдату керек. Нова, роботты қуаттандыра аласың ба? Жақсы ой салдың. Идея. Неге бірден ойыма келмеді екен? Алға шелек бас. Отта. Не үшін? Саған қаншама жақсылық жасадым ғой. Мен үшін? Мен үшін бе? Сен маған құл ретінде қарадың. Зертхананы жардың, мені мүгедек еттің. Мына құбыжыққа айналдырдың. Сен жанымда ауыртқаннан басқа ештеңе істеген жоқсың. Норман ол дұрыс айтады ғой. Норман. Сен нашар басшысың. Боссов. Осборн, қарсыласудың қажеті жоқ. Сен мені сатып кеттің. Мәдениетсіз масқарапаз екенсің. Формуланы тапқаннан соң, оны өзіме қолданады деп ойладың ба? Мен саған Веном мен өрмекші адамның ДНК синтезін ектім. Егер менің есебім дұрыс болса, нәтижесі қызық болады деп ойлаймын. Бұл жолы ол менің басқаруымда жүреді. Похоже, Үлкендердің әңгімесі көп сияқты. Ал мен я бы... Ай, ауырды ғой. Осборн, ең дәмді нәрсені білгің келе ме? Есуас әке. Сен өрмекші адамды ұстап, ДНК-сын алу үшін қаншама жоспар құрдың. Оның онсыз да сені кекенін түсінбедің. Оның кіші Оскар технологиясының өнімі. Және қалай болғанын әлі анықтау керек. Ол әзірге сенің ең ұлы жетістігің. Оскар зертханасында өтетін мектеп саяхаты. Өрмекшінің пайда болуы. 30-да 43 қаралым. Көрдіңдер ме? Жоғары сыныптағылар саяхатта. Бір кезде өрмекші шағып алады. Генетикалық жағынан жетілген өрмекші шығады. Қаны қайнайды, ДНК өзгереді, дене бітімі де өзгеруде. Мінекей бом, тамаша өрмекші адам дүниеге келді. Мұндай ғажайыпта қандай ақылсыз ғылым жасап жатыр? Күтеміз, бақ. Таза алтын. Бұл өрмекшінің Норман Осборн жасап шығарған. Неге аяқ астынан жеркеніп кеттім? Мерзко. Өнер туындысы сияқты кек қайтару ең тамаша нәрсе. Ал біз саған ненің күш беретінін әлі анықтау керекпіз. Бақытыңа орай. Сен маған енді тірілей керек емессің. Жайратып салсам, дұрыс болар еді. Қызық болар еді. Весело. Қане, келісіп алайық. Ешқашанда десем, саған ұнай ма? Феридің күшіктері келіп жетті ме? Ерте келдіңдер ғой. Өрмекші, жаралы емессің бе? Осборнды ұстаңдар. Иә. Ештеңе түсінбепсіңдер. Дококтың енді керегі жоқ. Ол бізді жай алаңдатып жатыр. Ей, Норман! Түсіңді жасылға өзгертіп жатырмысың? Сен гоблинге ұқсап барасың. Гоблина? Рас айтам. Серьезно? Гарриге мен не деймін? Жеңдім. Таза жеңіс таптың. Солай ма? Ал сенің әкең құбыжық. Монстр. $1000 қалдырдым. Қарның ашса бірдеңе жеп ал. Көріскенше лон. Саған жаңа өмір бердім, Норман. Барлық кемшілік пен әлсіздікті алып тастадым. Сенің шынайы бейнеңді ашып бердім. Сен құбыжықсың, гоблин болып шыға келдің. Менің гоблинімсің. Тыныш, Осборн. Дәрігерге солай істеуге бола ма екен? Басқарып отырмасам саған мұндай күшті сыйға тартпас едім.
Сені өзім ойлағаннан да мықты еткен сияқтымын. Кішкене өзгеріс енгізуге тура келеді. Ұмытпа, мен сені жаратқанмын, маған ғана тиесілісің. Неге қашып бара жатырмыз? Осында қалып қарсылық көрсету керек еді. Қашып жатқан жоқпыз. Сыртқа шығару үшін істедеміз. Бізге Ник Фьюри керек, немесе темір адам, немесе тағы бір құралы мықты қаһарман керек. Не үшін? Қолымыздан келеді ғой. Бұл қарапайым жыртқыш емес. Бұл Норман Осборн, жан досымның әкесі. Досымның әкесінің көңіл күйі жақсы сияқты. Жеңілмес. Темір қол, достым, бекем бол. Осборн. Ах, сұмырай неме. Командам үшін сенен кек алам. Және сенің ұлың үшін. Мылжалап тастау керек еді. Бірақ олай істемеймін. Сенің кінәң жоқ. Жасыл гоблинге айналуға міндеттемесің. Саған көмектесе алам. Көмектесе. Норман, ішінде екеніңді білем. Ішкі жан дүниең сол баяғы адамдікі. Гарри жайлы ойлан. Док саған не істесе де, ұлыңа деген махаббатты жеңе алмай. Норман, өтінем сенен. Осборн енді жоқ. Тек қана гоблин. Тек қана гоблин. Кешіріңіз, Осборн мырза. Бірақ менің командам, менің жанұям сияқты. Солар үшін көзіңізді құрту керек болса, мен бәріне бара алам. Бәріне. Өрмекшімен гоблиннің қаны бір. Өрмекшімен гоблин жанұя. Мен ұқсастықты көріп тұрған жоқпын. Қалқаның агенттері алға. Дәрігерлерді шақырыңдар. Өрмекші адам. Үлгеріп келдіңіздер. Ник. Әке? Әке? Ары қарай баруға болмайды. Аллам. Сендер жарадыңдар. Қалқан гоблиннен көз алмайды.
Мұның алдын алу керек едім. Гарриге деген достығым көзімді тұмшалап қойды. Ең сұмдығы жасыл гоблин бостандықта. Фьюри, мені тыңдаңыз. Сіз ұлы өрмекші адам жасағыңыз келді. Ал мен ұлы бейшарамын. Біз оны қолға түсіреміз. Біз? Фьюри, сіз түсініп тұрған жоқсыз. Ешқандай да біз жоқ. Бұл менің ДНК-м. Досымның әкесі, менің шаруам. Мен жалғыз жүрдім. Айтқаныңызға келісіп командаға кірдім. Енді өзіме қымбат адамдарды ұятқа қалдырдым. Енді мен үшін ешкімде жаппа шекпейді. Бұл менің бүлігім. Бәрін өзім реттейм. Гоблинді орнына қоям. Және оған жалғыз барам. Жалғасы бар. Фильмді қазақ тіліне аударған НТК телеарнасы 2019 жыл. Сабаққа кешігетін болдым. Бірақ жалғыз емеспін. Біз екеуміз. Өрмекші адам, яғни Питер Паркер. Ал ана лимузинде менің досым Гарри Осборн отыр. Ол тағы да оятқыштың дауысын естімей қалған болар. Тығылыспақпен қуыспақ ойнап отырып, Гарриді әкесінен қорғап жүрмін. Ол жасылда зұлым құбыжыққа айналды. Соңғы 3 тәулікте ұйықтап жарықтадым. Тезірек мектепке барайық. Ішкі түйсігім басынан белгі берген болатын. Жалғыз өзім жүргенде бәріне жақсы еді. Бұрында айтқам. Қазірде қайталай. Менің күшім, менің жауапкершілігім. Бұл не өзі? Жоқ. Құбыжық неме? Мұнда не істеп жүрсіңдер? Сендерге араласпаңдар дедім ғой. Біз естіген жоқпыз. Бәрін сенен үйренгенбіз. Сіз кімсіз? Гарри. Мынау сіздің есігіңіз. Бәрі дұрыс па? Жоқ, мынау кім? Өрмекші адам. Тыныштандыратын көйлек пе? Сізге жарасады екен. Сабыр ет, өзіміз қатырамыз. Жүр, мұнда тұра берме. Оған не керек өзі? Ол мені қайдан таниды? Гарри, саған естірткенім үшін өкініп тұрмын. Бірақ ол сенің әкең. Қалайша? Мүмкін емес. Әкем есуас емес. Дені дұрыс адам. Өкінішке орай, ол өткен шақта қалды. Ұлы өрмекші адам. Гоблиннің өрлеуі. Ура! Сабақты кейінге қалдырыпты. Өзгелердің өмірі қирап жатқанда үнемі осылай қалжыңдайсың ба? Кешір. Әдет болып кеткен. Оқу жаттығуда бұл емес. Оқушылар спорт залына жиналыңдар тезірек. Қайталаймын. Директор Колсон, яғни қалқаның агентінің мен сияқты ойлаған жағымды жаңалық. Спорт залда қорғанатын түрлі заттар көп. Не істейсің? Егер ол әкем болса, оған қарсы шықпайтын шығарсың. Есі кеткен бір қызметкер әкеңе у егіп жіберді. Енді ол өзгеріп кетті. Қауіпті құбыжыққа айналды. Нағыз құбыжық. Бұл мүмкін емес. Солай ма? 3 сөз айтайын. Сен Веном болғансың. Қайталаймын. Спорт залдан кетпеңдер. Бұл оқу жаттығу дабыл емес. Менің кезегімде емес. Сен спорт залдағы басқа оқушыларға қосылу керексің. Өрмекші адам жоспары өзгерді. Осборн мырза бізбен барады. Қалқан, бәрі соншалықты күрделі ме? Иә, өте күрделі. Гарри, агент К мен бар. Мен іспен айналысайын. Егер ол менің әкем болса,
Зақымданбайды деп сөз бер. Маған сен. Қолымнан келгеннің бәрін істеймін. Абайла, жар! Оспарым мырза менімен жүріңіз. Мен Оспарым мырза емеспін. Және ешқайда да бармаймын. Ноға бұл жерде болмау керексің. Алыс айтудың керегі жоқ. Біреуге қарағанда екі адамның күші көбірек болады. Ал үшеуі одан да жақсы. Жеңілмес, саған айттым ғой. Бәрін өзім реттеймін. Әрине, саған әбден шаршатып бердік қой. Жолбарыс Фьюриді шақырады. Жасыл зұлым қолға түсті. Мидтаун мектебінен алып кетуіңізді Достар, сұраймын. сендерге араласпаңдар деп айттым ғой. Біреудің зардап шеккенін қаламай. Өрмекші адам, оны сен шешпейсің. Батылдығыңды мойындаймын, бірақ қалқан қызметін атқара береді. Атанның стратегиялық қорғаныс бөлімімен тылды қорғау. Біздің басты мақсатымыз осыны білдіреді. Гарриді жасырыңдар. Қалқан келе жатыр, байланыс соңы. Өрмекші сезімі, қашамыз. Ешкім, демек, ешкім дегенді білдіреді. Достарыма тиісуші болма. Есін жимай тұрып, шегіней. Гарриді жасырып тастау керек. Әкеме тиіспеймін деп айтқансың. Маған сен, ол ауырғанынан айғайлап жатқан жоқ. Жазаланушылар бөлмесіне апарайық, тез арада. Біз қорғаймыз, уәде берем. Сіз Гарриді қорғайсыз, біз сізді қорғаймыз. Алға! Гарри! Аллам! Әке! Артур деймін, құбыжақ! Ей, сен не істеп жатырсың? Қойыңдар, бұрмаңдар деймін. Әйтпесе өкінесіңдер. Жарайды, алдымен сені жасырып тасаймыз. Сонан кейін әкеңе көмектесеміз, уәде берем. Ұйықтайтын уақыт келді, Оспарым мырза. Қаш деймін. Мен қайдамын? Қобалжыма, ешқандай да сынақ болмайды. Тек сенің өміріңді қорғап жатырмыз. Сендер әлі осындасыңдар ма? Тоқмаша, мен дайынмын. Болды, Гарри. Бәрі таза. Біз қайдамыз? Не болып жатыр? Сен хеликаридің ішіндесің. Қауіпсіз жердесің. Ұшамыз. Дәл қазір. Сен бұйрықты орындап көшбасшы міндетін жақсы атқардың. Жарайсың, жігітім. Жердегілер, Гоблиннің жайын баяндаңдар. Директор Фьюри, оны байлап тастадық. Гоблин жеңілді. Қайталаймын, Гоблин жеңілді. Я! Алақай! Әке? Өрмекшінің сезімі? Басқа ешкім сезбеді ме? Соғайын деп жатыр. Қалайша, директор Фьюри оны байлап тастады. Гоблин жеңілді. Қайталаймын, Гоблин жеңілді. Әке, тірімісің? Я, ұлым, аманмын. Өрмекші адамға сенбе, Гарри. Бірде-бір сөзіне сенбе. Әкеңе келе ғой. Қорқынышты екен. Тірілдеп кеттім ғой. Баламды қайтарыңдар. Әйтпесе мына кеменің быт-жытын шығарам. Құттықтаймын, Оспарым. Таң қалдырып тұрсың. Бірнеше күн бұрын әрең сөйлеп тұрған едің. Даму үстіндемін. Ендеше мені түсіну керексің. Сені емдей алам.
көмектесейін. Маған көмектесесің бе? Қайтадан кішкентайда арық етесің бе? Өрмекші адамның қызғанышын тудырмайым деймісің? Емдейсің бе? Мен ауру емеспін. Гарри, тоқта. Жіберіңдер мені. О, жағдай қиындады. Әке, тоқта. Өтінем сені. Оларды тыңдаш. Сені улап тастаған. Я, досың саған солай түсіндірген екен ғой. Ал ол сол оқудың негізін қалағанын айтпады ма? Соның ДНК-сы. Бекер олай дейсің. Сен осындай еттің бе? Шабуыл жасат дедің ғой. Сылтаулар мен себептер дөңгелегі. Жоқ, тыңдашы, мүлде бұлай емес. Білесің бе, мен дөңгелекті айналдырайын. Алға. Сенің әкең зұлымдық әлемінің құпия көшбасшысы. Дұрыс, бірақ тағаны айналдырайын. Әкең есінен адасты. Қызық, тағы көрейін. Сенің әкең өтірікші. Өтірікші, шалбары өртеніп жатыр. Негізінде, шынымды айтсам, түсіндіріп жататын уақыт жоқ. Агенттер, мына жігітті қорғауға алыңдар. Бұл жолы айырылып қалмаңдар. Сен, өрмекші адам, сен кінәлісің. Міне солай. Жоқ, мен. Сенің әкең зұлымдар әлемінің құпия көшбасшысы. Есінен адасты. Шалбары да жанып жатыр. Мәссаған, қайталасам бола ма? Жалғыз өзім алсайын ба? Ақмақты. Сендермен бірге ме? Табылған ақыл. Команда сияқты жұмыс жасаймыз. Келістік. Ашам, дайын болыңдар. Қайда кетіп қалды? Қираған іздермен барамыз ба? Доктор Коннорс. Қолым мұжылып қалды. Ол кеткен жоқ. Коннорс, қандай тамаша ойыншы еді. Жаңа қолғап қиып қойғандай екен. Қолғаптың күшесіндегі жұдырықта. Сені тізімнен ерте шығарып тастаған сияқтыма. Шынымен де ұлы туындыларының бір екенсің, өрмекші адам. Кімге рахмет айтатынды білесің бе? Ұстаздарыма, достарыма, командама. Қандай жүрек тебірентерлік сөздер еді. Мысқалды сарын жоқ. Өйткені мен қалжыңдап тұрған жоқпын. Нова! Қазір! Ой. Ол қайда? Мұны тезірек аяқтау керек. Кездесуге мүмкіндік беріңдер. Ол менің әкем. Оны келістіре алам. Жіберіңдер деймін. Ол қозғалтқыштарды ажыратып тастады. Құлап барамыз. Директор Фьюри сөйлеп тұр. 9 Альфа Z бұйрығы. Кәриден тезірек кетіңдер. Қайталаймын. Толықтай көшеміз. Фьюри, мен соңына дейін қала. Сарбаз бұл бұйрық. Мен радиода алғаш жүрген жоқпын. Қолымнан келеді, бірақ сен жерде керек боласың. Жедел қону кезінде. Әсіресе гоблин аман қалсын. Егер тірі қалса, сендер оған көмектесем деп өдеп еттіңдер ғой. Алам, көзің ашылайын деген екен. Гарри, өтінем, оны тыңдама. Соны алып кет, жылдам. Осылай қақшиып тұра беремізсің? Әлде әкеңе көмектесесің бе? Дайындаламыз. Әке, тоқтат. Қандай жағдай болмасын, бәрі түзеледі. Гарри, менде бәрі дұрыс.
Сенде де бәрі дұрыс. Саған тек кішкене көмек керек. Жоқ. Қолыңды тарт дейм. Енді мен түсіндім. Әкеңе Гарри керек емес. Оған Веном керек. Тек қана Веном. Құбыжықтың баласы да құбыжық деген осы. Мойындайтын сәт туды. Әке мен бала қарым-қатынасын жаңартыпсыңдар. Дәл солай. Гарри екеуміз бір-бірімізді түсіндік. Гарри, Веномды сілкіп тастай аласың. Бұрында жасағансың. Өрмекші, жауап бер. Қайдасың? Жолбарыс маған алаңдамаңдар. Қажет жоқ. Қайталайым, қажет жоқ. Сен оңай жол іздемейді екенсің. Солай ма? Маңызды емес. Сенің түбіңе жеткен соң оларды тауып алам. Бәрін құртам. Бәрін. Норман оған жол бермейм. Олар жай ғана достар емес. Отбасындай болып кеткен. Мен үшін уайымдайтын. Кемшіліктеріме қарамастан кешірімді. Және өздерінің ыңғайлағысы келмейді. Егер саусақтарының ұшын тигізетін болсаңдар, әбден қирайсыңдар. Бәрің. Иә, мен қирайсыңдар дедім. Егер тірі қалсам, бұл сөздің мағынасын түсіндірем. Мынау барып тұрған дөрекілік екен. Мені тағы да тыңдамадың ба? Марко! Бала деп жауап бер. Сен бәрі үшін жауап бересің. Гарри, мен түсіндім. Саған әкеңнің батасы керек. Бірақ мынадай құбыжық әкенің батасы емес. Не істегенін қарасаңшы. Ол менің әкем ғой. Анау ма? Айтқанын істеуші болма. Өтінем. Қайта оралшы. Жоқ! Гарри, үнемі көңілімнен шықпайсың. Сенің түкке тұрғысыз жан дүниең мына тамаша жаратылыс үшін лайықты емес. Бірақ лайықты адамды тауып алам. Біздің айқас әлі аяқталған жоқ. Өрмекші адам, келесі жола. Өрмегімнің таусылып қалған қыраш. Жоқ, Норман. Саған көмектесе аламыз. Сайтан! Фьюри, директор. Өрмекші қайда? Ол ішінде. Қалғандарын құтқарып жатыр. Жоқ! Тоқымашы! Бауырым, сен қаһарман едің. Майтатейге кім хабарлайды? Нені хабарлайды? Тірімісің? Өрмекші! Кел, демеп жіберейік.
Нова, білем. То, что сегодня ты Қаншама спас жанды такое құтқарған количество ерлігің наших людей, сені тебя ұлы адам в етеді. моих глазах. Менің әкем болған. Был отец. Оны өмір бойы жақсы көріп едім. Любил всю жизнь. Ал енді ол жоқ. Теперь его нет. Сен кінәлісің. Ты виноват. А? Бір күні Однажды бәрін де анықтаймын. узнаю. Сол кезде мен кек қайтарам. Гарри, Гарри бара берсін. идет. Тепе-теңдікті сақта. Өрмекші адам оның айқас алаңындағы қарсыласы, бірақ Питер әлі де үйдегі досы. Айтпақшы үй жайлы. Біздікі батып кетті ғой. Тоқтаңдар, тоқтаңдар. Стойте. Достар, сендер хеликериеде тұрдыңдар ма? Мінекей енді баратын жерлері жоқ. Некуда идти. Бәрі жанып кетті. Сгорело. Пуф, Пуф. пуф детті жоқ болды. Бәрінің де үйлер ме? Байғұстар-ай. Әрине оларды үйге шақыр. Достарың мен жақындарыңа қуаныштымын. Бұл Ева. Жақсылап қарап ал. Сонан кейін кітаптың артынан көре алмайсың. Не увидишь за вечно раскрытой книгой. Сәлеметсіз бе? Ал мынау Люк. Ірі жігіт, жүрегі одан да үлкен. Еще больше. Үйіңіз жайлы екен, Пи ханым. Миссис Пи. Кабельдарына бар ма? Есть? Бұл Дени. Это Дэнни. Ол көз ашық жігіт. Зелёный. Феншуйді зерттеген сияқтысыз ғой. Және тағы айтарым, және біздің мақтанышымыз Сэм. Ол үшін алдын ала Прощения за всё, кешірім что- сұраймын. Еще раз спасибо, миссис Паркер. Паркер ханым, тағы да рахмет. Мен бәріміз сізге ризамыз. Кезекшілік кесесін маған айтып қойыңыз. Ыдысты жақсы жуам. Рахмет, Сэм. Сондай ұқыпты екенсің. Ыдыс жуғышты қалай қуып жіберемін? Жауабы қарапайым. Қуалмайсыз. Қандай керемет. Міне енді өмірім осылай қалыптасты. Жаңа отбасы, ұлы өрмекші адам болу жолында бәрі де өзгерді. Человека-паука. Паркер, мұның бәрі сенің жәшігің бе? Комикстеріме тиіспе, бәрі ретмен тұр. Фильмді қазақ тіліне аударған НТК телеарнасы 2019 жыл.